Саламатсыз құрметті телекөрермен, Алау арнасында көкейтесіз сұхбат бағдарламасы тізгінде мен Қарагөз Мақатова. Қостанай облысында тасқын судан зардап шеккендерге жеңілдіктер қарастырылып отыр, яғни жеке шаруа топан судан зардап шегетін болса 3 айға дейін салық төлеуден босатылады, ал бұл тізімдерді тікелей әкімдік дайындайды. Жалпы қанша адам салық төлеуден босатылды және де қандай шаралар қарастырылған, осы жайында бүгінгі бағдарламада білетін боламыз. Бұдан бөлек мобильді аудандар мәселесі, сонымен қатар жалпыға декларациялаудың 3-ші кезеңі аясындағы сұрақтар бүгінгі бағдарламада қозғалатын болады. Ендеше қадірменді көрермен, студиямызға келген мейманымызбен таныстырар болсақ, Мерей Жұлдыз Сүлеймен, Қостанай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің жетекші маманы. Мерей ханым, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Ең алдымен алғашқы сауал, осы су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға қандай қолдау шаралары қарастырылған, осы жайында тоқталып өтсек? Төлеу мерзімі 2024 жылдың 1 наурызынан бастап 2024 жылдың 1 маусымы 30 маусымға дейінгі кезеңде барлық салық төлемдер, бюджетке төленетін төлемдерге осы су тасқынынан зардап шеккен адамдарға төлемдер кейінге қалдыру жүргізіліп жатыр қазіргі уақытта. Жаңағы оның ішіне салықтық тексерулер кіреді, кешенді, тақырыптық, қарсы, хронометражды тексерулер және зерттеп қарау, тоқтата тұру осы аралықта зерттеулерге кейінге шегеруға мерзімінде орындалмаған салықтық міндеттемелер 2024 жылдың 1 наурызынан бастап 24 жылдың 1 шілдесіне дейін өсімпұлдар, айыппұлдар барлығы жойылады. Осы уақыт 3 ай уақыт аралығында. Қазіргінің өзінде бізге әкімдіктен 196 тізім келді салық төлеушінің, оның 19 салық төлеушінің 144 миллионнан астам сомаға берешегі бар адамдарға, жеке кәсіпкерлер болсын, соларға шоттарға тыйым салу арқылы айыппұлдарға барлығы уақытша тоқтатыла тұрады 1 маусымға дейін 2024 жылдың. Яғни салық төлеуден тікелей жеке кәсіпкерлер босатылады? Су тасқынынан зардап шеккен жеке тұлғалар адамдар бар. Тізімдердің барлығы қазір дайын, я? Қазір, ол тізімді әкімдіктер дайындайды, бізге береді. Жаңағы 196 салық төлеушілер. Тізім бойынша. Енді тасқын судың мәселесіне тоқталып өттік. Енді жалпыға бірдей декларациялаудың 3-ші кезеңінде қазіргі таңда көрермендер арасындағы өзекті тақырыптардың бірі. Жалпы осы декларацияны көп адамдар түсінбей жатады. Жалпыға бірдей декларациялаудың неше кезеңі бар, және бұл кезеңдер жалпы өзі нені қамтиды, осыған тоқталып өтсек. Жалпыға бірдей декларациялау Қазақстанда 2021 жылдан бастап жүріп жатыр. Негізгі міндеті бұл жалпыға бірдей декларациялаудың әділ салық салуды қамтамасыз ету және әлеуметтік саясатты жетілдіруге негізделген, және жеке тұлғалардың кірістерін бақылаудың тиімді тетігін құру және сыбайлас жемқорлық пен көлеңкелі экономиканың деңгейін төмендетуге негізделген. Жалпыға бірдей декларацияның кезеңдеріне тоқталып өтсек, көрермендер түсінбей жатады көбісі. 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап 580 мыңға жуық мемлекеттік қызметкерлер және оған теңестірілген адамдар, олардың жұбайлары тапсырған болатын кіріс декларациясын. 2023 жылы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік мекемеде және квази мемлекетте секторда жұмыс істейтін кісілер тапсырған болатын. Олардың саны 2,1 миллион адам тапсырған кіріс декларациясын. 3-ші кезеңде міне ағымдағы жыл 2024 жылдан бастап 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары, қатысушылары және дара кәсіпкерлер жұбайларымен тапсыру керек. 2025 жылы, ендігі жылы, ал қалған санаттағы адамдар тапсырады. Яғни ол зейнеткерлер, үй шаруасындағы әйелдер, студенттер, солар және тағы басқа адамдар тапсыру керек. Осы жалпыға бірдей декларациялаудың аясында қандай жалпы активтер көрсетіледі? Осы активтерге біз жалпы нені жатқызамыз осы жайында? Жалпыға бірдей декларациялаудың жаңағы тапсыратын 250 нысан декларациясы, сіз айтып отырғандай активтер мен міндеттемелер. Активтер дегеніміз
шетелдегі жылжымайтын мүлік және көлік құралдары егер болатын болса көрсету керек. Шетелдегі банктердегі 7,3 мың ақш долларынан асатын ақша болатын, қаражаттар болатын болса, 1 мың айлық есептік көрсеткіш, соны көрсету керек. Шетелдік компаниядағы қатысу үлесі, инвестициялық алтын, сосын үлестік қатысу шарты тұрғын ғимараттағы, және зияткерлік меншік, авторлық құқық объектілері. Сосын қолма-қол ақша, яғни 34,5 миллионнан ақша, 34,5 миллионға дейін сізде ақша болатын болса, үйіңізде сол суманы көрсету керек. Және де дебиторлық, кредиторлық қарыз шарттары болу керек. Яғни біз бұл активтер мен міндеттемелерді тапсырмас бұрын тұрғындарға, жаңағы халыққа айтарымыз, ең бірінші барлық ақпараттарды жинап алу керек. Жаңағы шарттар, мысалы дебиторлық, кредиторлық қарыздар болатын болса, оны куәландыру қажет, яғни нотариус арқылы. Сосын жеке тұлғалардың қалауы бойынша 3 миллионнан жоғары жаңағы зергерлік бұйымдар, асыл тұқымды жануарлар, соларды көрсету керек. Егерде болатын болса, жаңағы сомадан жоғары. Жалпы бұларды көрсетудің барлығы міндетті болып саналады, жаңағы соңғы айтып жатқан қалау бойынша дегеніміз, ол 3 миллионнан жоғары болатын болса, жаңағы өзінің зергерлік бұйымдары, үй жануарлары асыл тұқымды болады ғой, соларды көрсету керек қалау бойынша. Ал қалған атап өткен активтерді оларды көрсету керек. Келешекте ол қарастырылады, тексеріледі деген сияқты. Түсінікті. Енді жалпыға бірдей декларациялауды көп адамдар түсінбей жатады. Жалпы оған қалай дайындалу керек, қандай қадамдар жасау керек, нені білу керек осы орайда тұрғындар? Бұл 250 нысан декларацияны сіздер, мысалы, халық қазір бізде мобильді қосымшалар, жаңағы мобильді қосымшалар желіде бар, мысалы, олар салық төлеуші кабинет арқылы, е-салық азамат мобильді қосымшасы, жақында Каспи қосымшасы қосылды, банк центр кредит бар, егов мобайл қосымшасы бар, немесе халыққа қызмет көрсету орталығына барып та жүгінуге болады, немесе бізге де келуге болады, мемлекеттік кірістер басқармасына тұрғылықты жері бойынша жаңағы 250 нысан декларацияны тапсыруға. Көп адамдарда сұрақтар туындап жатады, осы декларацияны толтыру бойынша. Негізі қиын емес, Негізі қосымша ең қазір 90% көптеген тұрғындар, мысалы 2021 жылдан бастап, көбісі жаңағы мобильді қосымша арқылы тапсырған. Е-салық азамат. Оған, мысалы, сіз кіріп, ол қосымшаны Play Market'тен скачать, жүктейсіз өзіңіздің телефоныңызға. Кіріп, ЖСН номер арқылы, құпия сөз арқылы кіресіз. Яғни сіз өзіңізге керек декларацияны таңдайсыз. 250 нысан немесе 270. Бірақ қазіргі кім 250 тапсырмады, сол бірінші 250 тапсыру керек. Содан кейін барып 270 нысан ол келесі жылы басталады. Түсінікті. Енді жыл сайын жалпы қандай декларацияны тапсырамыз біз? Біріншіде бастапқыда 250 нысан, ал келесі жылы ол 270, мысалы, сіз 250 тапсырған болғансыңыз, келесі жылдан бастап 270 нысан. Ол жерде 270 нысанда сатып алынған, қазір айтайын сізге. Жыл сайын күнтізбелік жыл ішінде алынған кірістер, шетелдегі мүлікті сатып алу немесе сату жайындағы ақпараттарды енгізу керек 270 нысанда. Оларда жеке тұлға дербес салатын кірістер, жаңа мүлікті кіріс, жалға беруден түсетін табыс, жылжымайтын мүлікті, көлікті, жаңағы бағалы қағаздарды сатудан түскен кіріс, шетелден келген кірістер және тағы басқа оларды көрсету керек 270 нысанында. Осы декларацияны тапсырудың өзіндік бір тәсілдері бар. Сол туралы сөйлесек. Жаңағы айтып отқандай, мобильді қосымшалар арқылы немесе жергілікті тұрғылықты жер бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына келіп тапсыратын болса, біз көмектесуге әркез дайынбыз. Мысалы, тұрған декларацияны тапсырудың тәсілін білмейді, мемлекеттік кірістер комитетіне келеді, өзімен бірге мысалы бір флеш-карта немесе ЭЦК қолтаңбасы арнайы қажет пе? Егер де дұрыс тапсырмайтын болса, мысалы көптеген қазір
мерзімін айтып өтейін, бұл декларацияның нысанын жаңағы 1 қаңтардан 15 қыркүйекке дейін. Яғни уақытты күтпей 15 қыркүйекте ертерек тапсыра беруге болады. Егер де сіздің атыңызда ешқандай да активтер, міндеттемелер болмайтын болса, ешнәрседен қорқудың қажеті жоқ, тек қана сіз нөлмен қойып жібересіз. Нөлді декларацияны тапсырады, иә, оны тапсыру керек міндетті түрде. Ешқандай да активтер, міндеттемелер болмаса да. Тұрғылықты жері бойынша. Яғни сіз жаңағы қосымшаға кірген кезде ес-алық азаматқа өзіңіздің облысыңызды таңдайсыз. Мысалы, Қостанай облысы, Қостанай қаласы деп. Яғни бұл мобильді қосымшалар өте ыңғайлы негізі. Егер де үлкен кісілер болатын болса, мысалы, олар келуге болады бізге жұмыс уақыт аралығында. Ес-алық азамат қосымшасы арқылы декларацияны толтырғандар кейде қателік жіберіп жатады. Енді электронды нұсқасы ғой. Кейде жылын қате толтырып қоямыз, 2024 деп басудың орнына көрмей қалып, 2022 немесе 2021-ді толтырып қою мүмкін. Осы орайда осындай қателіктерді жөндеу үшін жалпы не істеу керек? Тұрғындарда сондай жаңағындай қателіктер болатын болса, электронды цифрлы қолданба жасату керек. Сосын бізге келсе болады. Біздің мамандар көмектеседі. Ол жаңағы дұрыс тапсырылмаған декларацияны қайтадан шақыртып, дұрыс декларацияны тапсыруға көмек береді. Жалпы осы орайда Мерей Жұлдыз ханым, декларацияға байланысты біздің тұрғындарда жиі қандай сұрақтар туындайды? Жалпы қандай сауалдарына жиі жауап бересіздер? Осыған тоқталып өтетін болсақ. Иә, барлығын сұрайтын сол, қалай тапсыру керек, нені көрсету керек. Көбісі ойлайды, мысалы, жалақыны көрсету керек, Қазақстандағы ипотека, мысалы, кредит деп айтады. Оның барлығын көрсетудің қажеті жоқ. Өйткені олар өзі жаңағы органдарда тіркелінген. Яғни бұл шет мемлекеттегі активтер мен міндеттемелерді көрсету керек. Жаңағы мен атап өткен. Биылғы жылғы декларацияның мерзіміне тоқталатын болсақ, 15 қыркүйекке дейін. Иә, ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан 15 қыркүйекке дейін. Егер мысалы тұрғындар белгіленген мерзімнен кешігетін болса, немесе мүлдем декларация тапсырмайтын болса, оларға қарсы қандай бір жазалау шаралары қолданыла ма? Осыған тоқталып өтсек? Бірінші кезекте ескерту жасалады. Яғни бір жылдың ішінде, мысалы, ескерту деңгейін бір жылдың ішінде, егер де тағы да қайталанып дұрыс тапсырмайтын болса, немесе тапсырмайтын болса, 15 айлықты есепті көрсеткіш айыппұл салынады. Түсінікті. Енді келесі сауалға қоятын болса, жалпы мобильді аударымдар мәселесіне тоқталып өтейік. Жалпы осы мобильді аударымдар мәселесі бойынша сіздер бақылауда қалай жүргізесіздер? Осыған тоқталып өтейік. Мобильді аударымдар ол жеке тұлғалар арасында өзінің жаңа туған туысқандарымен аударымдар жасайтын болса, ол ешқандай да оған салық жаңа қолданылмайды. Мобильді аударымдар тексеру заңсыз кәсіпкерлік қызметті көлеңкеден шығаруға бағытталған. Яғни бір тұлғаға, мысалы, ай сайын әртүрлі тұлғалардан 3 ай қатарынан 100 мобильді аударым жасалынатын болса, 100 немесе одан да көп мобильді аударымдар алған тұлғалар ғана ол жаңағы неге ілігеді, тексеріске. Яғни мобильді аударымдар негізгі мақсаты осы болып тұр, иә? Иә, мысалы, сіз дүкенге барып, мысалы, сіз қолма-қол ақша беріп, сізге чек қайтармайтын болса, бұл, яғни, сіздің құқығыңыз бұзылды деген сөз. Сіз, мысалы, өзіңіз құқылысыз чегіңізді сұрауға, жаңа алған затыңызға. Егер де сізге бермейтін болса, чекті, мысалы, кәсіпкер, онда ол кісіге, мысалы, сіз өтініш жазып, жаңағыдай өтініш жазыласыз да, мемлекеттік кірістер басқармасынан келіп, ондай кәсіпкерлерге бірінші кезекте жаңағы әкімшілік жауапкершілік тартылады, ескерту. Одан кейін тағы да қайталанатын болса, бұл жағдай 40 айлықты есепті көрсеткіш айыппұл салынады, яғни 147.680 теңге. Сосын кәсіпкерлер өздерінің сату бағасынан аспайтын баға бойынша сатуды жүзеге асыруға міндетті. Осы орайда көп осы мобильді аударымдар мәселесі қозғалғаннан бері көп тұрғындар перевод жасауға, өз қарапайым тілмен айтқанда, жалпы қорықты, аударымдар жасауға жалпы қорқа бастады, жасамай бастады, көбірек қолма-қол ақша көше бастады. Осы орайда тұрғындарға бір оның шарттарын айтып өтсеңіз, жалпы қаншадан асса аударым жалпы бақыланады,
Үш ай қатарынан ай сайын 100 немесе одан да көп мобильді аударымдар алған тұлғалар ғана жаңағы кәсіпкерлік қызметтің белгілері байқалған жағдайда тексеру жүргізіледі. Реті келсе жаңағы қазір бар ғой бізде посттерминалдар, QR кодтар, ол арқылы мысалы төлемдер жасай беруге болады. Одан қорқудың дым қажеті жоқ. Жеке тұлғалардың жалпы банкроттығы жөніндегі істер ерекше іс жүргізу құрамына кіре ме? Жеке тұлғалардың банкроттығы жөніндегі істер сотта заңда белгіленген ерекшеліктермен қайтадан жеке тұлғалардың банкроттығы жөніндегі істерді сотта заңда белгіленген ерекшеліктермен азаматтық сот іс жүргізудің қағидаларымен жүзеге асырылады. Сол бойынша қарайды. Жалпы е-салық азамат мобильді қосымшасының енді функцияларына тоқталып өтетін болсақ, бұдан басқа жалпы декларациялаудан басқа тағы да қандай қосымша функциялары бар? Е-салық азаматта жаңағы салық әмияны бар қызметі, яғни функциялар бюджетпен есеп айырысу, артық төлемді пайдалану, салықтарды деректемелер бойынша төлеу, салық салу объектілері, сосын дербес шорттар, қызметкердің еңбек ақысы жаңағы функциялары қарастырылған. Жаңағы мобильді қосымшаға кірсеңіз, өзі функциялар тұрады, жаңағы мен атап өткен. Онымен қоса е-салық бизнес мобильді қосымшасы бар. Бұл функцияларға, бұл е-салық бизнес функциясына жеке кәсіпкерлерді тіркеу, чектерді қалыптастыру, кірістер тізілімі, сосын жалдамалы қызметкерлерді есепке алу, кәсіпкерлік қызметті онлайн бақылау, қолдау және кеңес беру. Осы функциялары қарастырылған. Жалпы 250 мен 270 нысандағы декларацияны көбірек адамдар шатастырып жатады. 270-ті мысалы активтер деп ойлауы мүмкін, оны басқа жылы тапсырамын деп, соған бола олар шатасып жатады. Жалпы осыған тоқталып өтсек. Жүрейді. Айта берейін бе? 250 нысаны бұл активтермен міндеттемелер көрсетілу керек. Яғни шетелдегі жылжымайтын мүлік және көлік құралдары болатын болса. Сосын шетелдік банктердегі 7,3 мың ақш доллары, яғни 1 мың айлықты есепті көрсеткіш, сондай сомадағы банктер сіздің қаражатыңыз болатын болса, шетелде оны көрсету керек. Сосын шетелдік компанияларға қатысу үлесі шарты болу керек, егерде активтерге шетелдік компанияда қатысу үлесі, сосын бағалы қағаздар, сандық активтер, жаңа биткоиндар және тағы басқалар. Үлестік қатысу шарты, яғни тұрғын ғимараттағы сіздің өзіңіздің үлесіңіз. Сосын инвестициялық алтын, құйма алтын деп аталады, зияткерлік меншік және авторлық құқық объектілері, сосын қолма-қол ақша. Сізде үйде 34,5 миллионға дейін ақшаңыз болатын болса, үйде оны көрсету керек. Егерде одан да жоғары менде сума бар десеңіз, мысалы 34,5 миллион сізде наличик жаңағы қолма-қол ақша деп көрсете аласыз, а қалған соманы сіздің банкте жату керек. Сосын 2023 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша басқа тұлғалармен нотариалды куәландырылған қарыз шарттары, яғни дебиторлық, кредиторлық қарыз шарттар болу керек, яғни нотариалды куәландырылған. Осы ақпараттардың барлығын жинап барып, сіз декларация тапсыруға дайынсыз. Ал 270 нысанға келетін болсақ, бұл мемлекеттік қызметшілер мен оларға теңестірілген адамдар, жаңағы жұбайлармен шетелде мысалы мүлік сатып алу немесе сату жайындағы ақпараттары болатын болса, оларды көрсету керек. Яғни ол мүлікті кіріс, жалға беруден түсетін табыс, жылжымайтын мүлікті, көлікті, бағалау қағаздарды сатудан түскен кіріс, шетелден келген кірістерді көрсету керек. Барлығы е-салық азамат қосымшасында толтырылады. Барлық, мен атап өткен электрондық үкімет порталы, салық төлеуші кабинеті арқылы тапсыруға болады. Е-салық азамат Каспи осы жақында қосылды бізге 250 нысан декларациясын тапсыруға. Сосын e-gov мобильді қосымшасы арқылы тапсыруға болады. Бұған электронды цифрлы қолтаңба керек емес. Тек қана сіз өзіңіздің ЖСН нөміріңізді жазасыз, сізге құпия сөз келеді. Сол арқылы кіріп, сіз өзіңіздің қай нысан, 250 нысан жаңағы активтермен міндеттемелер, 270 нысан ол кірістермен, мүлкі мен кірістер туралы декларация таңдайсыз.
Осы орайда жалпы мұғалімдер болсын көбірек түсінбей жатады, қарапайым жұмысшылар болсын, мемлекеттік қызметшілер түсінбей жатады. Оларға жалпы түсіндіру жұмыстарын жасайсыздар ма? Мысалы, арнайы барып, немесе бір дөңгелек үстелдер, немесе семинарлар өткізіле ме жалпы осы мемлекеттік кірістер департаменті тарапынан? Осыған тоқталып өтетін болсақ, сонда сонымен қатар қандай сұрақтар қозғалады? Бізде семинарлар өтеді, жаңағы біздің мамандар шығып түсіндірме жұмыстарын жүргізеді мектептерде, мысалы квази мемлекеттік секторларда барлық қазіргі жылдың басынан бастап бізде жұмыстар жүргізілуде. Бұл декларация түсіндіру жайлы. Сосын қазір осы 2024 жыл жаңағы дара кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер дейді ғой, мысалы, заңды тұлғалардың құрылтайшылары, қатысушылары биыл тапсыру керек. Оларға да мысалы базарға барамыз, жаңағы дүкендерге дөңгелек үстелін ұйымдастырамыз әр апта сайын. Сосын Zoom арқылы мысалы біздің барлық ақпараттар біздің интернет әлеуметтік желілерде, сайттарда барлық ақпараттар жазылған, көрсетілген. Енді осы орайда жалпы көрермендерге ақыл кеңестер, декларация бойынша не білу керек, мобильді аударымдар бойынша не білу керек, және тасқын су бойынша? Жалпыға бірдей декларациялау қазір уақыт өтіп жатыр. 15 қыркүйекті күтпеңіздер. Егер де сізде ешқандай активтер мен міндеттемелер болмаса, 250 нысанында келіп тапсыра берсеңіздер болады. Жаңағы сізге қалай ыңғайлы мобильді қосымша, үлкен кісілер болады, ұялы телефонды қолдана алмайтын кісілер. Олар мемлекеттік кірістер басқармасына жұмыс күндері келіп тапсыра алады. Және де бізде сенбі күні сағат 10-нан 1-ге дейін не бар? Сенбі күні сағат 10-нан 1-ге дейін жаңағы мемлекеттік кірістер басқармасына келіп, егер де мобильді қосымша арқылы түсінбесеңіз, өзіңізбен жаңағы жеке куәлігіңізді аласыз және ұялы телефоныңызды. Сізге мамандар көмектеседі декларация тапсыруға. Ең бастысы уақытты күтіп керек емес, 215 қыркүйекті ертерек тапсыра беруге болады. Себебі, если жаңа мобильді қосымша арқылы дұрыс тапсырмайтын болсаңыз, оған да уақыт керек, қайтадан жаңағы өткізіп дұрысын тапсыруға. Сол үшін де біз барлығына кеңес береміз. Мобильді аударымдар, жаңағы сіз өзің туған туыстарыңызға 500 теңге, 1000 теңге мысалы жібере берсеңіз болады, оған ешқандай да салық төленбейді. Бұл жеке кәсіпкерлер. Мысалы 2022 жыл көптеген кәсіпкерлер жаңағы айтады ғой, тексерісте көзге ілінген, яғни көптеген кәсіпкерлер өздерінің жекенелеріне пайдаланған аударым, мобильді аударымдар. Түсінікті. Осы орайда Мерей Жұлдыз ханым, уақытыңызды бөліп сұхбат білдіруге келгеніңіз үшін үлкен алғыс. Осымен құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.